Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Сіздерді келе жатқан 16 желтоқсан тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Елімізде болып жатқан пандемияға байланысты қазіргі таңда оқушылар қашықтықтан оқып жатыр. Бірінші тоқсанда қашықтықтан оқыдық. Ол балаларға өте ауыр болды деп ойлаймын. Өйткені өзімізде осы бірінші тоқсанда қашықтықтан оқып, көптеген сабақтарды түсінбей жаттық. Енді қазіргі таңда барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып, кезекші сынып ашып берген директорымыз Шымырбаева Гүлшат апайға алғысымды жеткізгім келіп отыр. Және барлық қазіргі кезекші сыныптарға сабақ беріп жатқан ұстаздар, сіздерге өте алғысымыз шексіз. Осы онлайн сабақтан көрі кезекші сыныпқа барған оқушылар сабақты өте жақсы меңгеріп жатыр. Өзіміздің екі баламды қазіргі таңда кезекші сыныпқа барып оқып жатыр. Екеуінде де онлайн сабаққа қарағанда кезекші сыныпта оқыған өте тиімді болып жатыр бізге. Сабақты жақсы түсініп жатырмыз. Енді осы індеттен ертерек құтылып, мектебімізге қайтадан оралғымыз келеді сабаққа. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Тағы да сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Мен Бақтыбай ағай туралы айтқым келеді. Ол ағай күнде біздің сыныпқа келіп, қал жағдайымызды біліп тұрады. Ол ағайдың әрбір айтқан сөзі бізді қанаттандырады, жігерлендіреді. Біз ол ағайға қарап ұқсағымыз келеді, әрі бой түзейміз. Математика пәнінен беретін Анипа апай туралы айтқым келеді. Анипа апай өте мейірімді, жанашыр, білікті ұстаз. Анипа апай бізге есептердің жолын шығаруды үйретеді. Анипа апайға көп рахметімді айтқым келеді. Мен жарты сынып пәнінен беретін Арда ағай туралы айтқым келеді. Ағай салмақты, сабырлы, сабақ жақсы түсіндіреді. Жарты сынып пәнін біз жаңа қырынан түсіне бастадық. Физикалық құрылыс мен химиялық құрылыс көптеген қызықты мәлімет алып үйреніп жүрміз. Мен қазақ тілі мен әдет пәнінен беретін Сойлапай туралы айтқым келеді. Сойлапай бізге қазақтың ақын жазушылар мен ертегілерін бізге үйретеді. Біз және де эссе жазуды да үйретеді. Көптеген жаттаулар бәрін жаттаймыз. Осы біз мектепке келіп қазақтың мәліметтер үйреніп қайтамыз. Мен Қазақстан тарих пәнінен беретін Кәмшат апай туралы айтқым келеді. Кәмшат апай білімді, мейірімді, үйретуден жалықпайтын еңбекқор апай. Тарих пәнінен біз алғаш рет танысып жатырмыз. Қазақстандағы ежелгі адамдардың мал шаруашылығы туралы үйреніп жатырмыз. Тарих пәні маған өте қатты ұнайды. Жағдайыңыз қалай? Жақсы ма? Көңілге қалай? Жақсы ма? Мектепте оқыған жақсы ма? Үйде отырып қашықтан оқыған жақсы ма? Неге? Мектепте сұраққа қойып, мектепке келіп қазір оқып, түсінді сұрақтарға. Жақсы. Қазақ тілі? Қиындық туғызды ма? Бәрі түсінікті. Мектепке келіп оқыған жақсы. Достарыңызды көріп дидарласып жүрсіз, солай ма? Жақсы, онда барлықтарыңызға сәттілік. Тек қана биік белестерден көрініп, бұл карантиндегі режимде уақытша дүние, білесіздер ғой? Жақсы. Күндей мектебім, шашатын ертеңіме жарық партадан. Қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Партадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Қазақ тілі, физика, алгебра, химия, ең алғашқы еркелік сабақтардан қашқанбыз. Күлім қаққан класстас, жүзінде нұр шашқан қыз. Естен кетпес көктемім, жүрегімнің жыр әні, ақ күмбезді мектебім, бақытымның тұрағы.